Қалайсыздар достар? Бүгінгі видеода мен стоп-лоссты қалай дұрыс қоямыз және оны қоюдың тәсілдері туралы айтатын болам. Сонымен қатар осы стоп-лоссты қоюдағы тәсілдердің артықшылықтары мен кемшіліктері туралы сіздерге түсіндіріп беретін болам. Ендеше бірден іске көшейік. Графикте көріп отырғандарыңыздай бізде баға төменгі трендтен жоғары трендке қарай кетіп бара жатқанын көріп тұрмыз. Және мына жерде енді біз стопты қалай қоямыз. Бізде тренд өзгерді, яғни нисходящийден восходящийге өзгерте алатын болсақ, және бізге кіруге бірнеше интересный зоналар бар. Ол ордер блок, немесе имбаланс, тағы да басқалар. Енді мысалға біз имбаланстан болсын, немесе ордер блоктан болсын позицияға кіретін болсақ, структура өзгергеннен кейін стоп-лоссты қалай орналастырамыз. Оның екі түрлі тәсілі бар. Біріншісі ол агрессивті, ал екіншісі ол консервативті. Агрессивті деп отырғанымыз ол қалай? Қазір сіздерге түсіндіріп берем. Мысалы, бізде қазір баға осы екі шамның ашылған бағасынан асып барып жабылды. Бізде жаңа ордер блок зонасы немесе ордер флоу зонасы қалыптасқанын көріп отырмыз. Енді бұны осылайынан белгілеп аламыз. Бұл біздің интересный зонамыз. Яғни осы жерден біз позицияға кіргіміз келеді, осы максимумдарға дейін. Мына жерде енді баға бір, яғни свингті, ликвидностьті шешкеннен кейін, оған свип жасағаннан кейін өте белсенді қозғалыс көрсетіп тұр. Яғни баға бізде бір интересный зонаға тест жасаған. Ендеше бұл ордер блок бізде өте жақсы жұмыс жасау керек. Енді осы жерде біз позицияға кіретін болсақ, бізде стоп-лосс қоюдың екі тәсілі бар. Оның бірінші тәсілі бұл агрессивті. Агрессивті дегеніміз бұл жаңағыдай ордер блокты таңдадыңыз ба, немесе имбаланс таңдадыңыз ба, соның аяқталатын зонасына, немесе сол интересный зонаны қалыптастырған свечаның минимумы немесе максимумына орналастыру. Мысалы, біздің жағдайымызда бізде мына екі свечаның зонасы ол ордер блок зонасы. Мысалы, біз агрессив түрде стоп-лоссымызды орналастыратын болсақ, біз онда осы свечалардың минимумына, яғни ордер блок зонасы аяқталатын жерге орналастырамыз. Енді осы айтып отқанымыз бұл агрессивті. Енді бұның кемшіліктері мен артықшылықтарын айтатын болсақ, мысалға артықшылығы бұның сіздің ашқан позицияңыз өте қысқа болады. Яғни сіз екіге бір пайда тапқыңыз келсе, онда сіз өте қысқа уақыттың ішінде шамамен 1-2 свечадан кейін сіздің неңіз жабылады. Позицияңыз жабылады, яғни тейкке тиіп. Бұл қысқа уақытта болуы мүмкін. Мысалы, 5 минуттық таймфреймге кірсеңіз, сіз 15 минут шамасында баға сіздің тейк профитіңізге жетуі әбден мүмкін. Ал бірақ бір кемшілігі, яғни баға бізде нарықта манипуляция жасайтын кездер болады, немесе өзінің артындағы ликвидностьтерді жинайтын кездер болады. Егер мысалға бізде баға осы ордер блок зонасына келіп тест жасағаннан кейін, ол әрқашан бірден тейк профитке қарай кетіп қалмайды. Кейбір кездерде баға осылайна реакция білдіруі мүмкін, бірақ қайтадан келіп сол ликвидностьті шешуі мүмкін. Сол сәтте сіздің де стоп-лоссыңыз басқа трейдерлердікімен бірге тоқтап қалуы әбден мүмкін. Яғни бұның кемшілігі сол. Нарықта баға ликвидностьтерді алған кезде немесе консолидация жасаған кезде осындай сәттер кездеседі. Сондықтан бұның кемшілігі осыда. Ал артықшылығы жаңа айтып өткенімдей, яғни позицияңыздың көлемі қысқа болады, және табатын пайдаңыз да көбірек болады. Ал енді консервативті түрде стоп-лоссты орналастыру ол сәл өзгешелеу. Біз осы ордер блок зонасына кіретін болсақ, енді соның қасында бір қорғалған қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді минимумдарға немесе максимумдарға, яғни свингтерге орналастырсақ болады. Біз және осы жерде ордер блоктың зонасын орналастырдық. Енді ары қарай мына жерден біз қысқа мерзімді минимумды көріп тұрмыз. Осыған біз стопты орналастырсақ болады, немесе мына жердегі ұзақ мерзімді минимумға орналастырсақ болады. Бірақ бұл жерде біздің позициямыздың көлемі мен тәуекеліміз өте жоғары болып кетеді, сондықтан бізге осы жерге орналастырған жарайды. Енді бұның артықшылықтары мен кемшіліктері: сіздің стоп-лоссыңыз қауіпсіз жерде болады, және көп жағдайда баға сіздің стоп-лоссыңызға тиіп кетпей,
ары қарай өсуін немесе төмендеуін жалғастырады, яғни take profitіңізге қарай. Ал бұның кемшіліктері, яғни сіздің позицияңыз үлкен болады. Мысалы, 2-1 пайда тапқыңыз келсе, сіз таргетіңізді осы жаққа дейін жылжытуыңыз керек. Және осыншама жерге дейінгі сіздің табатын пайдаңыз тек қана 2 Ал ордер блоктың зонасына қоятын болсақ, онда бұл жерде сіздің табатын пайдаңыз шамамен 6-1 пайда табуға мүмкіндігіңіз болды. Осы жаққа орналастыратын болсақ, ары қарай бағаның қозғалысын бақылайық. Мінекей, бірден келді, ордер блок зонасына тест болды, бірақ ол зонадан асып кеткен болатын. Ал егер консервативті осы минимумға орналастыратын болсақ, ары қарай баға біздің стопқа жетпей өсуін жалғастырған болатын. Және 2 пайданы таптық. Мінекей, бұл жақта бізде сатушылар жағындағы қозғалысқа қарайтын болса, яғни ордер флоуға, бұл жақтан да анықтауға болады. Мына жерде бізде ордер блок зонасы бар, немесе ордер блок зонасының 50% бар. Осы жерге бізде баға тест жасаған. Біз осы 2 зонаның біреуімен кірсек болады. Мысалы, мына жерден шорт позицияға кіретін болсақ, және біз немізді, стоп-лоссымызды 2 жерге орналастырамыз. Біріншісі ордер блоктың қасы, міне осы жер аймағы, немесе қорғалған, яғни бұл бізде агрессивті болса, енді консервативті ол осы максимумның үстіне қоямыз. Осы жерде біздің стопымыз қауіпсіз болады, бірақ пайдамыз азырақ болады. Ал егер ордер блоктың зонасына орналастыратын болсақ, пайдамыз көбірек болады, бірақ тәуекел көп. Сонда да бізде баға осы жерде, яғни ордер блок зонасына жетпеген, осы жерде біз агрессив түрде кірсек, жақсы пайда табуға мүмкіндігіміз болған. Немесе осы 50%-нан кіретін болсақ, біздің табатын пайдамыз одан 2 есеге дейін өскенін көруге болады. Яғни осы жерден кіріп, мына жерден шығып кетсеңіздер де өте жақсы пайда табуға мүмкіндік болған. Мысалы, мына жерде де ордер блок зонасы бар, бірақ бұл жерде ордер блокпен, яғни осы жердегі максимум 2-1. Сондықтан бұл жерде агрессивті де, консервативті де зона бір аймақта орналасқан. Осы жерден де позицияға кіруге болады. Ал енді мына жерде имбаланс бойынша кіріп көрсек, мысалға, бізде мына жерде имбаланс зонасы бар ғой. Осы жерден біз имбаланстан позицияға кіруімізге болады. Енді бірінші тәсіліміз бұл агрессив түрде кіру. Ол үшін біз стоп-лоссты осы зонаға, яғни имбаланстың аяқталатын зонасына, немесе имбаланс қалыптастырған свечаның максимумына орналастырамыз. Ал таргетіміз 2 қылып қойсақ жарайды. Бұл жағдайда стоп-лоссымызға тиді. Ал енді консерватив түрде қоятын болсақ, біз стоп-лоссымызды осы максимумға қойғанда, баға біздің стопымызға жетпей, ары қарай өзінің жолын жалғастырған болатын еді. Бірақ бұндай жағдайда енді біз take profitімізді тартамыз. 2 дейін қоямыз таргетімізді, және ары қарай бағаның қозғалысын бақылаймыз. Мысалға, бұндай жағдайда енді баға біздің таргетімізге жетпей қалды. Яғни екеуінің де кемшіліктері бар. Мысалы, агрессив түрде кірген кезде бізде баға стоп-лоссымызға тиіп кетті, ал консервативті кіргенде баға біздің таргетімізге тимей кетіп қалды. Сондықтан өзіңізге ыңғайлы біреуін таңдап алсаңыз болады. Яғни екеуі де 100% жұмыс жасамағанымен өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Мінекей, мына жерде бізде баға енді осы аймақтағы имбаланс зонасына келіп жеткенін көріп отырмыз. Мына жерде ордер блок зонасы бар. Және оның қасында бірнеше имбаланс зоналары бар. Әзірге біз осыны белгілеп көрейік. Енді осы имбаланс зонасынан біз позицияға кіретін болсақ, лимитный ордеріміз осы жерде болады, стоп осы жерде болады. Консерватив түрде кіретін болсақ, ал агрессив түрде кіретін болсақ, ол осы аймақта немесе осы жерде. Бірақ мынандай қылып қойсақ, яғни имбаланстың аяқталатын зонасына қойсақ, бұл тиімсіз болуы мүмкін. Сондықтан агрессив түрде қойсаңыз, осы жерге қойсаңыз болады, ал консерватив түрде осы жерге.
ары қарай бізде баға егер осы максимумға дейін позиция ашатын болсақ, біздің таргетімізге жеткен болатын. Бұл жерде екі тәсілде жұмыс жасағанын көріп отырмыз. Агрессив түрде де жақсы жұмыс жасады, және консерватив түрде де жақсы жұмыс жасады. Енді позицияға бір жерден кірген болсаңыз, және сіздің цель, яғни мақсат зонаңыз алыста болса, стоп-лоссты сіз безубыточностьқа қойып тастап, бағаның артынан жылжытып отырасыз. Яғни пайданы ұстап қалу үшін. Соны қалай жасаймыз, сіздерге қазір түсіндіріп жіберейін. Мысалы, бізде мына жерде интересный зона бар, оны сызып аламыз. Мінекей, имбаланс зонасы. Жаңа айтып өткенімізде, осы имбаланс зонасынан да позицияға кірсек болады. Яғни ешқандай подтверждениені күтпей, мына жерде бізде агрессив түрде болады, немесе консерватив түрде. Take профитіміз осы аймақта болу қажет. Енді осы жерге келіп бағаның реакциясын байқаймыз. Мінекей баға өзінің минимум қалыптастырды, және оған ары қарай осы жердегі реакцияны байқап отырсаңыздар, бізде мына жерде бокс сетап қалыптасты, яғни мына минимумнан девиация болды, және имбалансқа тест жасаған болады. Сонымен қатар бізде ордер блок зонасы қалыптасты, немесе sell to buy. Сосын ары қарай бізде структураның өзгеруі мына жерде. Егер сіз подтверждениені қажет ететін болсаңыз, онда displacement болғаннан кейін кірсеңіз болады. Ал агрессив түрде кіретін болсаңыз, онда осы жерде бокс сетап бойынша немесе осы ордер блок бойынша структураның өзгергенін күтпей кіре берсеңіз де болады. Бірақ бұл тақырыптар бойынша алдағы уақытта айтатын боламын сіздерге. Қазір тек стоп-лоссты жылжытуды көрсетіп жіберейін. Міне бізде толығымен структура өзгерген сияқты, себебі артына имбаланс қалдырды, displacement болды, және мына жерде баға ордер блокқа тест жасап жатқанын көріп тұрмыз. Енді бізде екі мүмкіндік бар. Бірі ол имбаланстан кіру, екіншісі ордер блоктан кіру. Имбалансқа баға келмей қалуы әбден мүмкін, сондықтан ордер блоктан кірсек болады, немесе имбаланстан да кірсек болады. Мына аймақта бізде бокс сетап және FVG имбаланс, сонымен қатар осы ордер блоктың 50% зонасы барлығы бір-бірімен сәйкес келіп тұр. Сондықтан осы аймақтан да позицияға кіруге болады, немесе осы ордер блок зонасында кіруге болады. Стопты қалай орналастырамыз? Консерватив түрде ол осы минимумда орналасады, немесе осы минимумда орналасады, ал агрессив түрде ол осы ордер блок зонасында, немесе осы имбаланстың аяқталған жерінде. Таргетіміз ол осы максимумда болады. Неке бізде баға лимитный ордерімізді алды, бірақ өкінішке орай осы жердегі интересный зоналарға келген жоқ. Осылайша біз мына жерде структура өзгергенін көріп отырмыз. Тағы екінші рет структура бұзылды. Ендігі біздің недействительный минимум ол осы болады. Яғни недействительный деп отырғанымыз ол, егер осы минимумға баға пробой жасайтын болса, онда баға бәрібірде жоғары кетпейді, ол төменге қарай кетеді. Сондықтан біз позициямызды не істейміз? Безубыточностьқа қойып тастаймыз, және бағаның артынан әрбір структураны бұзған сайын стоп-лоссты алмастырып отырамыз. Мысалы, қазір бізде стоп-лосс ол осы минимумның астында. Енді қазір тағы да бір структура өзгеретін болса, әзірге displacement көріп отырған жоқпыз. Мінекей баға бізде жоғары кетіп бара жатыр мына структураға displacement жасап, және біз стоп-лоссымызды мына жерге дейін жылжытсақ болады. Яғни біз егер баға разворот жасап, осы жердегі стопқа келіп тиетін болса, онда біз ешқандай да шығынсыз және табыс таппай да, пайдасыз да кетпейміз. Яғни бізде белгілі бір деңгейде пайда болады, табыс болады. Және осылайша бізде баға біздің таргетімізге жеткен болады. Мына жерде тағы да бір структура өзгерді. Стоп-лоссты мына жерге дейін апарсақ болады. Сосын осы жерге дейін апарсақ болады. Бірақ енді бұлай жылжыта берудің қажеті жоқ. Нақты бір жерді цель алып алыңыз, және сол жерге дейін осылай стоп-лоссты апарсаңыз болады. Сосын
былай әрбір минимум қалыптасқан сайын стопты ол жерге апарып тастаудың қажеті жоқ. Осылайынан нақты дисплейсмент болу керек, яғни қуатты қозғалыстармен бағасы стопты бұзса кері бұл жаққа қайтып келе алмайды деген сөз. Яғни осындай қуатты қозғалыстардан кейін стопты жаймендеп артынан ілестіріп отырсаңыз, сіз пайдасыз да қалмайсыз, шығынсыз да боласыз және табыс та табасыз. Өздеріңіз эксперимент жасап көрсеңіздер болады. Сіздерге қайсы тәсіл ыңғайлы, қайсысы бойынша жақсырақ пайда табасыздар, өзіңізге ыңғайлысын таңдап алсаңыз болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше.